Шетелдік көліктерді 200 мың теңгеге тіркеу басталады. Баға тиімді әрине, ал шарттар ше, қандай талаптар қойылады? Арнайы халыққа қызмет көрсету орталығының тексеру пунктіне агрегаттардың нөмірлерін салыстыру үшін ұсынылады. 200 мың болсақ сразу тек барамызда тіркейміз ғой. Автокөліктердің елге кіргізілген уақыты қалай анықталады? Қай жылғы және қандай көліктер тіркеледі? Кіру күні ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің деректер базасы бойынша айқындалатын болады. Көлік құралдарына салынатын салық жергілікті бюджетте толықтырады. Көліктерді тіркеуге қатысты жұртты толғандырған өзге де сауалдардың жауабы осы шығарылымда. Шетелдік нөмірлі көлік тізгіндеген азаматтар үшін қолайлы мүмкіндік туды. Енді мемлекеттік нөмір алуға бұрынғыдай қыруар қаражат жұмсаудың қажеті жоқ. Темір тұлпарды 200 мың теңгеге тіркеуге болады. Баға тиімді әрине, ал шарттар ше, қандай талаптар қойылады? Ассалаумағалейкум, мен бұл шығарылымда шетелдік көліктерді тіркеу ережесін түсіндіріп айтамын. Елімізде көлік бағасы шарықтап кеткелі қашан? Жүргізушілердің көбі амалсыз шетелдік нөмірлі арзан темір тұлпарға құмартты. Айдын бұл көлікті 2-3 ай бұрын 1,5 миллион теңгеге сатып алыпты. Көлік Қазақстанға 2 жыл бұрын кіргізілген екен. Енді оны ресми тіркеуге қою мүмкіндігі пайда болды. Сол страховкасын алдық та айдап жүріп қойында пока. Керемет жаңалық қой, 200 мың болсақ сразу тек барамызда тіркейміз ғой. Жақсы ғой. Қазаққа тіркелген. Құжат жағынан қалай іздеуде тұрған машина емес пе бұл? Жоқ, ол жағын тексеріп көрдік, базовый тіркеу деген бар бір. Сол арқылы тексеріп көрдік, ондай неде жоқ. Қазақстанда дәл осындай 300 мың шамасында шетелдік көлік жүр. Президент пәрменіне сәйкес оларды тіркеуге қоюға қатысты бір реттік акция ұсынылды. Жуырда Сенат отырысында дәл осы мәселе туралы заң жобасы қабылданып та қойды. 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін әкелінген автомобильдерді заңдастыру мақсатында алғашқы тіркеген үшін бірыңғай алымның берілген 300 мыңға жуық автокөлікті есепке қоюға жағдай жасайды. Сондай-ақ осы автомобильдердің бойынша көлік құралдарына салынатын салық жергілікті бюджетте толықтырады. Ішкі істер министрлігі жүргізушілерді мазалаған сан түрлі сауалдарға жауап берді. Ең алдымен қандай көліктер тіркеуге қойылмайтынын айтты. Қылмысты оқиғаларға қатысты іздеуде жүрген, сонымен қатар толық кедендік тазартудан өтпеген көліктер тіркелмейді. Және көлік құралы Қазақстан аумағына 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін кіргізілген болуы тиіс. Ал бұл тұста автокөліктердің елге кіргізілген уақыты былай анықталады. Кіру күні ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің деректер базасы бойынша айқындалатын болады. Бүгінгі күнде бұл процесс толығымен автоматтандырылған. Сонымен қатар шекара қызметінде көлік құралын әкелу туралы мәліметтер болмаған жағдайда автокөліктің Қазақстанда нақты болу күні автосақтандыру полисінің алғашқы рәсімделген күні бойынша айқындалатын болады. Рөлі оң жақта орналасқан көліктерді тіркеуге рұқсат етіледі. Көліктердің жылына және экологиялық класына қатысты талаптар қойылмайды. Бұған қоса, сары нөмірлерді бере отырып, уақытша тіркелген армян көліктерін де заңдастыруға мүмкіндік бар. Енді көліктерді заңдастыру үшін қандай құжаттар апару қажет? Заңдастыруға өтінішті электрондық үкімет порталы арқылы немесе арнайы халыққа қызмет көрсету орталығына жеке өтініш жасау арқылы беруге болады. Ұсынылған құжаттар мен автокөлік құралын іздестіру базалары бойынша тексереміз. Одан кейін автокөлік арнайы халыққа қызмет көрсету орталығының тексеру пунктіне агрегаттардың нөмірлерін салыстыру үшін ұсынылады. Содан кейін егер талап етілсе, автокөлікке кедендік декларациялау жүргізіледі. 200 мың теңге мөлшерінде бастапқы алым, сондай-ақ техпаспорт пен мемлекеттік нөмір үшін мемлекеттік баж төленеді. Тіркеу бекітілгеннен кейін автокөлік иесіне қазақстандық техпаспорт және мемлекеттік нөмір беріледі. Құжат рәсімдеу барысына бас-аяғы қанша қаражат керек? Негізгі төлем бастапқы тіркеу үшін алым ол 200 мың теңгені құрайды. Қалғаны техпаспорт пен мемлекеттік нөмір үшін алынатын төлемдер. Олар үшін тағы 13.171 теңге төлеу қажет. Шетелдік көліктерді заңдастыруға қатысты қаулы әлі күшіне енген жоқ. Десе де, көліктерді тіркеу 2023 жылы басталатыны анық. Достар, видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.